Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай мерзімді басылым беттеріне жарияланған мақалаларға библиографиялық шолуды ұсынады. Егемен Қазақстан 2021 жыл 6 шілде 126 саны бойынша Бекен Қайратұлының «Бозоқтан бүгінге дейін» атты мақаласында елорда тарихына хронологиялық шолу жүргізіледі. Елдің астанасында ұлыс халқын біртұтас идеяға ұйыстыратын саяси құқықтық шешімдер қабылданумен қатар бір орталыққа шоғырландырылған аймақтар ықпалдастығы ұйыстырылады. Осы арқылы мемлекеттің алтын діңгегі қаланады. Осы орайда бұдан 30 жыл бұрын тәуелсіздікке қол жеткізген еліміз дара тұлға Нұрсұлтан Назарбаевтың басқаруымен дамудың даңғыл жолына түсіп, ең бастысы қос ғасыр тоғысында өзінің жаңа астанасын таңдады. Осы бір тарихи оқиға жайлы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы 2017 жылы жарық көрген тәуелсіздік дәуірі тарихи публицистикалық еңбегінде жас мемлекетке міндетті түрде жаңа, заманауи астана қажет екенін тәуелсіздіктің бірінші күні-ақ ойладым. Осы ойымның дұрыстығына нық сенімді едім. 1992 жылы Ақмолаға жұмыс сапарымен келгенде астананы осында ауыстыру жайлы ойға бекіндім дейді. Бозоқ елорда іргесінде орын тепкен орта ғасырлық қала. Ежелгі Бозоқ қалашығы жайлы ақпарға біз 1820 жылы Ресей императорлық Сибирский вестник журналында жарияланған орыс кен инженері Иван Шангиннің күнделігі арқылы таныспыз. Осындағы деректе Есіл Нұра бойында Бозоқ атты көлдің жағасында көне қоныстың орны жайлы баяндалған. Кейін анықталғандай, қала атауы Бозоқ екен.